Достар, ассалаумағалейкумдер. Toyota Avalon көлігі 2006 жылдікі. Бұл көлікте армян, өздеріңіз білетіндей, көбісіңізде армяндарда катализатор болмайды. Катализатор болмағасын қазір біз прошивкасын оқып жатырмыз, және прошивкасын Euro 2 стандартына ауыстыруға бұйырса көшетін боламыз. Көлікте стандартта жаңағыдай катализатор болмағасын, катализатордың ошибкасы газ салғаннан кейін бедный смесь жанып біткен, және де адсорбер деген клапан жасамайды деген ошибка жанып тұр. Онда адсорбердің де ошибкасын біз программды түрде сөндіріп беретін боламыз. Қазір біз уже сток өзінің заводской прошивкасын жазып алған болатынбыз. Соны мен компьютерге сақтап қоямын. Одан кейін көлікті сөндіреміз. Сөндіріп болғаннан кейін қазір Euro 2 стандартына көшіруге көрсететін болам. Мінекей достар, сөнді дегенде қалай сөндіресіңіз дегенде программды ретінде сөндірем. Міне уже екінші датчигін сөндіріп тастағасын 0,0 вольт болып тұрады екінші бандықтары. Мынау жасап тұрған датчиктер міне 0,9 вольт, 1 вольттай бедный богатый смесь қылып ойнап тұрады. 1 вольт болса бірге дейін жақсы, 8-ден төмен болмау керек. 8-ден төмен болса богатый смесь болып кетеді, 1-ден жоғары болса бедный смесь болып кетеді. Қазір бізде давление датчиктер сөнді, форсункілер газбен жасап тұр бізде. Газбен жасап тұрғасын газдың да форсункілерін қарайық. Неше миллисекунд ашып тұрған 2,5 болып көрсетіп тұр екен. Негізі мына жерден де қарауға болатын еді. Жоқ екен. 2,5. Енді бензинді көрейік. Бензинге ауыстырамыз. 2,5, 2,18 как кішкене істегенін көрек. Негізі 2,50-ден аспау керек. 2,50-ден асса форсунка бәтелді деген сөз. Бізде форсунка таза, 2,18 көрсетіп тұр. Бензин жақсы, бірақ газда бедный смесь 2,05 батыны. 2,18-ді жаттап алың. Қазір газда 2,05. Енді сен газовикке барасың, автокалибровка жасада 2,18 қылып жасатып ал. Бензинмен бірі болу керек та сонда. Сонда соотношение ауа мен бензин, газ бәрі бірі болады. Сендегі бедный смесь осыдан жанып жүрген ғой. Бәрі нормально. Енді біздер адаптациясын жасайық. Адаптация бізде армян машиндер изменение вин-кодты өзгертіп берді кейбіреулер. Сондықтан оны жасамаймыз. Міне сброс обучения. Так, мне эта функция используется для сброса памяти обучения. EST деген, EST бізде автомат берілісі деген сөз. Сброс памяти после замены гидроблока или автоматической трансмиссии, және де май ауыстырғаннан кейін де сброс и адаптация жасаймыз ба деген сөз. Я дейміз. Енді міне 99-98 өсіп 2 минут, 1,5 минут күтеміз. Қазір калибровка адаптация жасалып жатыр. Мына автомат берілісіне теппейтіндей қылып. Қазір осы уақыт өткеннен кейін көлікті әрмен қарай түсіретін боламын. Обучениесін жасап болдық, адаптациясын жасап болдық. Енді бізде 3 пункт жасап қойған. Теперь, когда сброс памяти завершен, выполните следующие операции. Выключите и включите снова зажигание дейді. Если автомобиль с автоматической коробкой передач, требуется дорожное испытание дейді. Дорожное испытание деген 15 минутте жаймен 60-тан кейін аспайсың, 60-70-тен асырма деген сөз. Если автомобиль с вариатором, дорожного испытания не требуется дейді. Бізде автомат берді, вариатор емес. Сондықтан бізде барлығы дұрыс істелді дейді. Енді біз машинаны сөндіріп қосамыз. Сөндірдік, енді қайта қыздырамыз. Все, окей дейміз. Достар, міне жаңағы прошивка жасап, қазір айдап көріп жатырмыз. Чек ештеңе әзірше жанған жоқ. Қазір баянның жолына шығып бет. Қазір мына адаптацияның да пайдасы бар ма екенін белгілі болады, қазір көреміз. Неше оборотта тебетін еді? Скоростта кетіп баратқан кезде. 300 скоросттан 4-ке ауғанда кішкене тебетін еді, солай ма? Соғысып барып түседі 3-тен 4-ке асанда. Қазір соны көрейік. Майын ауыстырдың ғой сен, оған? 5000 километр болды деп айтқан екен. Сол енді басып көр, кішкене. 3 пен 4 секірген кез толчок бар ма, көрейік. Мен үндемей отырайын, сен енді өзің білесің ғой, 3 пен 4 қашан переключение жасалған. Асықпа.
қалай бар ма екен? азайған сияқты бәріміз. Азайған сияқты ма? Қатты білінетін ма? Чектен не хабар, чектен? Чек пока нормально. Ештеңе жоқ та. Біз қазір 80-мен бара тұрып қой. Так, пониженный нейтрал. Теуіп тұр ма? Нейтралға салып көр. Қалай екен? Нейтрал ба? Ja, сен механический ұрып көр отыр. Білмей қалып. Сол механический ұрып көр. Жақсы ауысып тұр ма? Нормально oldu ма? Өзің айтып жібер, балдар сенбейді деймін. Жақсы ауысып тұр ғой. Жақсы жігіттер. Келің жасадым, көрің. Енді бәрі де жасатпайды ғой, бірақ енді біліп жүреді. Мінеки, ошибка ешқандай жанған жоқ. Сен жаңа 4 ошибкамен жағып келдің ғой. 3 ошибка ғой да? Чек, ВСК, антизанос. Енді более-менее жақсы болды. Мына иесі өзі Дмен де, сосын повышенный, пониженный да механическиймен істеп салып көріп жатыр. Ондай теугені азайғаны, тепкені азайды деп өзі дәлелдеп айтып отыр. Осылай міне Avalon көлігімізді прошивка жасаған болатынбыз. 2006 Dori Style сенікі, солай ма? Алдында бір видео салдым, ол рестайл болды. Ну, Dori Style. 5 ступка. 5 ступка. Болды ғой. Прошивка қалай? Көңілің толды ма? Жұмысы? Жақсы. Болды. Жақсы болса болды. Айту. Пока. Онда да пока дейсің ғой да, әзірше. Болды, я. Ауылға бір барып, өзің көрерсің. Кәнеки. Бұл жасап қой. Нешінші скорость қазір бізде? 4-5-ге түсті ғой. Ана 4-5. Жайырақ жүріп тұрсын. 4-тен 5-ге созып отырып ойланып барып түсетін еді 4-тен 5-ге. Сразу ұсталды ма еді, жаңа? Жаңа тез түсті. Болды. Жаңа катализатордан болады ол, аварийный режим болғасын. Оны сөндіріп тастағаннан кейін жақсы болды. Енді бердегі әулиеге жақындап бардық, енді жайда артқа қарай кетейік. Пока енді отбасың бар ма? Үйлендің ба? Сыры ойдақ болсаң, онда артқа жүрек болсын. Ол жерге асықпай, сенімен барармыз возрастпен. Осылай міне жігіттер, Toyota Avalon Dori Style автокөлігін Euro 2 санатына көшірген болатынбыз. Бұл тюнинг жасаған жоқпыз, ал бұл датчиктерін сөндірген болатынбыз. Американецтарда уже күші, заводской американецтарда 270 аттың күші болып келеді. Оны уже көтерудің қажет жоқ. Осылай міне жұмысымыз жасадық, аяқтадық. Баршаңызға да рахмет, сәттілік тілеймін. Сізге амандық, бізге ақ жол тілейміз. Баршаңызға рахмет.